Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге өзімнің ет жайғау әдістерімнің бірімен бөлісемін. Видеода мен сиырдың етін жайғастырамын. Алдымен сиырдың етін жіліктерінен ажыратып аламыз. Бірақ жіліктердің қасына міндетті түрде кішкене ет қалдырамыз. Асқан кезде, пісірген кезде құрсүйек болмай, қасында қара кесек еттері болуы керек. Сосын міндетті түрде етті бездерінен тазалаңыздар. Бездер майлы жерлерінде болады. Майының арасын асықпай қарап шығыңыздар. Піскен кезде без бірге піссе онша жақсы емес, негізі таза болғаны дұрыс. Мына жамбас етінде менде қалың болып өтіпті. Мен оның кішкене етін кесіп алып қаламын да күнделікті тамақ пісіргенге алып қоямын. Сосын жамбасының қасында қалған етін осқылап шығамын, және барлық жіліктердің қасындағы еттердің арасын ашып, осып шығамыз да, жақсылап барлық жеріне, осылған жеріне тигізіп, тұз сеуіп шығамыз. Мен көктем мезгіліне сойылған мал болғасын тұзын аздау септім. Егер қыс мезгіліне соғымға сойсаңыздар, тұзын көптеу қылсаңыздар болады. Тұздың қаншалықты болуы да өзіңіздің талғамыңызға қарай. Осылайша барлық жіліктер тұздап шығам. Мен жіліктердің бәрін тұздап асқанға арнаймын да, ал филе еттерін тек күнделікті тамақ пісіргенге тұздамай сақтаймын. Себебі қазір көктем мезгілі, сондықтан осындай бір балғын етті аңсап жегіміз келді. Видеодағыдай осылайша қалыңдау етті жерлері болса, күнделікті тамаққа қолданған дұрыс. Мына бір кішкене жілікті мен осып, тұздап, бір борщ пісіргенге, бір сорпа пісіргенге қолданамын. Онды міндетті түрде барлық жеріне тегізіп себіңіздер. Тұзда көп ұстамаймын. Бір күн бір суын шығарып алсам, сосын тоңазытқышқа салып қоятын боламын. Ал енді филе еттерімізге көшейік. Мен филе еттерін екіге бөлдім. Күнделікті тамақ істегенге және фаршқа деп. Күнделікті тамаққа арнаған еттерім онша майлы емес, байқағандарыңыздай. Ал фаршқа мен майлы еттерді көп қостым. Себебі күнделікті тамаққа майлы болған үйдегі бала-шағам онша қаламайды, ал фаршта майы көптеу болғаны байқалмайды, және котлет жасасаңыз да, манты жасасаңыз да өте сочный болады. Енді күнделікті тамаққа деп арнаған еттерімізді өзіңіздің қалауыңызбен үлкен қып турасаңыз да, майда қып турасаңыз да, осылай турап шығамыз. Мен де видеодағыдай орташа 4 бұрышты формада турадым, себебі менің өзімнің тамаққа қосқан кезде осылай тураймын. Осылайша барлық филе еттерін фаршқа арнағаннан басқасын өстіп 4 бұрыштап турап шығамын. Айтқандай-ақ, еттерді тұздамаймын, свежий балғын күйінде морозильникте сақтаймын. Кейбір қыздар үсіп кете ма деп сұрақ қойып жатады. Қыздар, ет үсімейді ешқашан. Тоңазытқышта тұрғанда тоңазытқыштан шығарып, еріткенде қайта қалпына түседі. Мінекей еттердің барлығын өстіп кесіп шықтық. Енді нәбіреу қасындағы 3 кесек етті алып қалдым. Мүмкін бір мантыға бүтіндей турағым келеді, мүмкін бір ұзыншалап тамаққа турағым келеді, мүмкін бір майдалап турағым келеді. Лағман жасаған кезде бір жіңішке ет, чұқа етіп тураймыз. Сондайға бір арнап қалармын деп әдейілеп осы 3 кесек етті алып қалдым. Енді кәдімгі полиэтилен пакеттерге еттеріміздің әрқайсысын бөлек-бөлек саламыз. Қолданған кезде ыңғайлы болады. Себебі бәрін бір пакетке салса, еттеріміз бір-біріне жабысып қатып қалады. Ал мына жіліктерді осытып бір күн қоямын. Түнде, қазір күндіз уақытысы, түнде ұйықтарда астын үстіне аударып қоямын. Себебі астына тұзына бетіндегі тұзсыз сусыз қалып кеткен еттерді аунатып аламын. Сол кезде бір келкі тұздалатын болады.
еттерімізді айтқандай бөлек-бөлек пакеттерге салып шығамыз. Ал енді туралған еттерімізді кішірек пакетке бөліп салып шығамыз. Оны да өзіңіз күнделікті тамаққа қанша қосасыз, сонша саласыз. Мен мысалы бір күнделікті бір тамаққа осыншама етті саламын. Шамамен бір 300-350 граммдай болады. Осылайша барлық еттерді бөлек пакеттерге салып шығамыз. Ыңғайлы болу үшін өстіп үстінен басын қырып қоямыз. Себебі морозиліңізде орынды көп алмайтын болады. Өстіп әр порцияға бөліп қойған өте ыңғайлы. Себебі бір көптеу кісі келіп қалса, 2 пачкасын аша саласыз. Бұлай күнделікті тамаққа 1 пачкасын аша саласыз дегендей. Енді барлық еттерімізді тоңазытқышқа салып, сақтай береміз. Кез келген уақытта алып, күнделікті тамаққа қолдана бересіз. Өте ыңғайлы, асыққанда тіптен жақсы. Ашасыз тамаққа сәл ертіп барып қуыра бересіз. Турап отырудың қажеті жоқ. Сосын туралған ет бүтін етке қараған кезде тез ериді. Ал енді фаршымызды дайындаймыз. Фаршқа арналған еттерімізді көргенде фарштың еті майлы, фарштың майлы болғаны өте жақсы. Енді осы еттерімізді біздің мясорубкамызға сиятындай, ет тартқышымызға сиятындай етіп кесектерге барлығын бөлшектеп бөліп шығуымыз қажет болады. Фаршты міндетті түрде өздеріңіз өстіп жасасаңыздар өте жақсы. Базардағы фаршқа, супермаркеттағы фарштарға сенбеңіздер. Осылай өздеріңіз тартып жасасаңыздар рахаттанып жейтін боласыздар. Енді барлық еттерімізді кесіп болғасын ет тартқышымызға тартып аламыз. Менде көпшілігі ет тартқышыңыз қандай марка деп сұрап жатады. Менде қыздар Bosch фирмасының ет тартқышы. Өте жақсы фирма. Етті бір пәсте өткізіп береді, қиналмайды. Сіздерге маңызды бір ақпарат болсын деп ойлаймын. Bosch техникалары негізінде жақсы. Өзімнің көңілімнен шығады. Енді осылайша бір ет, бір май қылып, фаршымыздың барлығын өткізіп аламыз. Менде шамамен бір 6 килограммдай фарш болды, 6-7 килограммдай. Осы фарштың барлығын бір ары кетсе 7-8 минутта тартып берді. Енді фарштарымыз бір жері май болып тұрады, бір жері ет болып тұрады. Пакетке салған кезде бір келкі болу үшін обязательно фаршымызды бір араластырып аламыз. Бір келкі болу үшін барлық майын, етін бір-біріне араластырып шығамыз. Енді фаршты да полиэтилен пакеттеріне салып сақтаймыз. Мен бір пакетке шамамен 800-900 граммдай фарш кетті. Осылайша барлық пакеттерге бөліп салып шығамыз. Дәл осылай домалақтанған күйі морозиліңізге салсаңыз, біріншіден орынды көп алады, екіншіден еріткенде қиындау болады. Сондықтан біз морозиліңізде аз орын алып, ары қарай пайдаланған кезде бізге ыңғайлы болу үшін видеодағыдай фарштарымызды осылай жайып шығамыз. Бұл біріншіден айтқандай орынды көп алмайды, және де мысалы егер сізге бір самсаға, бір белшиға, бір кішкене фарш керек болып қалса, осы фарштың шетінен сындырып алсаңыз да болады, өте ыңғайлы. Ортасынан бөліп қойсаңыз да болады. Мен 2-ге бүктеп қойдым. Солай ыңғайлы. Сәл ғана фарш керек болса, ортасынан алып ертең қатып тұрған кезінде сындыра салып ертесіз, және бұл жұқа болып сақталғаннан кейін фаршымыз бірден бір қалыпты, сырты да, іші де, ортасы да барлық жер бірдей еритін болады. Сіздерге сондай бір кеңесім, фаршты холодильникке, морозиліңізге сақтаған кезде дәл осылай сақтаңыздар. Өте ыңғайлы. Қажет болса кішкене оқтаумен де тегістеп жіберсеңіздер болады. Осылайша барлық фарштарымызды пакеттерге салып, осылай ортасынан бөліп, бүктеп шығамыз.
Міне қараңыздар, өте ыңғайлы, сақтағанға да ыңғайлы көрініп тұр, осылай сақтасаңыздар өте керемет болады. Енді бұл фарштарды тоңазытқышқа салып сақтай береміз. Кез келген уақытта алып қолдана бересіз. Айтқандай алдында қыздар, қорықпаңыздар, ет үсімейді. Лайфхактар видео ұнаса, төменге пікірлеріңізді күтемін. Баршаңызға рахмет. Видео ұнады деген үміттемін. Ал мінеге біздің кеше тұздаған етіміз видеода уже ертеңгі күн түсіріліп жатыр. Мына жерде мен қойдың еттерінде бір тұздап пакетке салып қойдым. Ал мынау кеше тұздаған біздің сиырдың жіліктері. Енді осы сиырдың жіліктерінде пакетке орап, полиэтиленге кәдімгідей тоңазытқышқа салып сақтай беремін. Бұл жіліктерді алдында айтқандай ет асқанға, сорпаға қолданамыз. Видео пайдалы деген үміттемін. Баршаңызға үлкен рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.